Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өпипай пирожныйын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады және өте тез жасалады. Сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді мен астына жазып қалдырамын. 2 жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Аппақ болғанға шейін. Сұйық майымызды құйып және айранымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп, 2-3 бөлікке бөліп саламыз және де жақсылап араластыру керек. Қамырымыз осындай болып шығу керек. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, холодильникқа 20 минутқа қойып қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды противенге жақсылап бір тегіс етіп жайып аламыз. Және де 180 градуста шамамен 20 минуттай пісіріп аламыз. Сливочный масламыз бізде міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Біз оны аппақ етіп, жақсылап араластырып алып, миксермен 100 грамм сгущенкамызды қосып, жақсылап араластырып, крем жасап аламыз. Жаңадан пісіп шыққан коржымызды суытып алып, оны противеннен түсіріп, осылай кішкене етіп ойып аламыз. Корждарымыздың арасына кремімізді жағып, бір-біріне біріктіреміз. Дайын болған пирожныйларымызды өз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Және де холодильникқа 1 сағатқа салып қоямыз.